Жап-жассыз. Бірақ бірнеше бизнестің түрін қолыңызға алып отыр екенсіз. Бірнеше балабақшаңыз бар екен, дүкеніңіз бар екен. Мынандай жаста бұнша жаңағы кәсіпті қалай қолыңызға алып осындай жетістікке жетіп отырсыз? Көңілдеп беріңізші. Бірнеше бизнес дейсіз ғой, жаста болса деп. Оның бәрі бірнеше бизнес бірден келе салмайды ғой әрине. Бұның барлығы жаңағы деп келді дейсіз ғой. Неден бастадыңыз жалпы? Қалай келдіңіз осы кәсіппен айналысу, бизнесті қолға алу деген нәрсе? Бұның барлығы жаңа ол баста жаңа жас болдық барлығымыз. Жаңағы бізде мысалы үйде отырдық, бұл саны көп балалы анамын, 4 баламыз бар біздің. Тамаша. Отағасы екеуміз, Құдай Алла тағаланың берген, шүкір оған. Үйде отырып, жолдасым мысалы бір уақыттарда келді, жұмыссыз қалып қалды, жаңағы ауылдың ішіне, қаланың ішіне таксовать етті. Бірақ жас болғасын ба бізде мысалы ол бізге аз болып тұрды ғой. Сосын жолдасым жаңағы қой өстіп отыра береміз ба, жаңағы жүр екеуміз шығайық, ол кезде жаман жаңағы Toyota универсал машинамыз болатын. Соған Алтынордаға барып, тауарлар тиеп алып, ол іш сатып бастадық. Ең бірінші мысалы таңертең сағат 2-де барамыз, түнгі базарға барамыз. Сол товарды бәрін бір жаман Toyotамызға тиеп алып, жаңағы оны таңғы сағат 8-де уже базарда уличная торговля дейді ол кезде. Милицияларда жұмыс істетпейді. Мына жағыңнан түртеді, мына жағың. Жабайы базар, жабайы сауда дейді мысалы. Ол кезде именно сол кезде қатты не болып жатқан жағдай, не дейтін еді, қыспаққа алып олар. Қазір жоқ қой, қазір олар өте вообще жоқ десе де болады, редко. Сол машинамыздың документін алып қойған кездер бар. Сөйтіп жүріп қой енді жарайды өстіп бастадық, көрдік шамалы. Ақшаның жаңағы дәмін тата бастадық десек те болады. Осы жолдасым екеуміз ақылдаса келіп осы КМФ-қа келдік та. Ең бірінші алғашқы кредитіміз алған 200 мың теңге кредит болатын. Сол 200 мың кредитімізді алып, ол кезде ол 200 мың 2 миллион десем де болады. Бізге аталы біз сол 200 мыңды бергеніне қуанып, мысалы ол күні ұйықтамай, уайымдап, переживать етіп, алуын алғалық та, сонымен қой бұл қашан өйтіп тығылып неғып жүреміз, одан да сол ауылымызда кіші басекеде базар бар, сол базардан да лучше контейнер алайық, жұмыс істейік деп, соны кішкене ғана өзіміздің шағын жаңағы тірлігімізді бастадық. Енді сіз базардан айтып келе жатсыз ғой, базардан бастадыңыз. Маған қызық болып бара жатқаныңыз, менің есімше сіздің 2 балабақшаңыз бар екен. Балабақшаны неге балабақша? Қиын емес пе екен балалармен жұмыс істеу? Қалай келдіңіз жалпы? Өзім анамын, көп балалы анамын, ауылда балабақша жоқ. Ол өзіме керек нәрсе болды, сөздің шындығы керек. Ол өзіме керек. Өстіп жаңағы сауда жасап жүріп, 4-ші баламыз, қызымыз еңлік деген дүниеге келді. Тағы да тастайтын жер жоқ, қарайтын адам жоқ. Сөйтіп ойластыра келе тағы жолдасымыз екеуміз ақылдасып, сол жерде бір үлкен үй бар еді өзі. Сол үйді бірінші жалға алдық. Ол өзі тастап кеткен хозяиндары заброшенный двухэтажный үлкен ұсақ, бірақ қаладан келіп тұрған кісілер екен, тұрғанда кішкене бір жарты жыл тұрып ұнамай тастап кеткен екен. Сол кісінің жаңағы есін тауып алып, сөйлесіп, келісіп, в общем сол жерден балабақша ашатын болып ұйғардық. Жалға алып дейсіз. Жалға алдық, иә, ол кезде жалға алдық. Көп рахмет. Сіздің әңгімеңізді тыңдап отырып, не ойлап отырмын? Кәсіппен айналысам деген адам болса, егер шынымен де ниетіңіз болса, мысалы, КМФ сияқты, мысалы қаржыландыру ұйымы бар болса, мысалы, неге айналыспасқа расымен де, мысалы, сіз қарап отырсаңыз, сіз жаңағындай өз бетіңізше жаңағындай бір анализ дейміз ғой, сараптама жасағансыз ғой еді. Бұл жерге жаңағы халыққа не жетіспейді? Қарап отырсаңыз дүкен жетіспейді, қарап отырсаңыз балабақша жоқ, иә, мысалы қарап отырсаңыз, ал мұндай жерлер мысалы бізде жетерлік. Мысалы жаңағы Әлия ханым айтып отыр да, осынша ақша алдым деп жатыр жандос мырза. Жалпы КМФ компаниясы сонда осы шағын және орта бизнесті жаңағы дамытуға, жалпы қаржыландыруға сонда қанша сома бере алады? КМФ қараңыз 50 мың теңгеден 50 миллион теңгеге дейін бере алады. 50 миллион теңге. Жаңағыдай Әлия ханым сияқты кішік кәсіпкер болып бастап, жыл өткен сайын дамып, бұл кісі сияқты өзіміз кәсіпкерлер өсіріп, бұл кісілердің керек қаражаты
құрал жабдығына не болмаса және балабақша сатып алуына көмектесуге әрқашанда біз дайынбыз. Яғни 50 миллионға дейін қаржыландыруға дайынбыз. Қандай мерзімге бересіздер сонда? Мерзімдері 3 айдан 7 жылға дейін беріледі. 7 жыл уақытқа дейін бересіздер. Мысалы, қарап отырсақ, біздің Әлиханымыз жас та, жас ерекшеліктеріне жалпы сонда шектеу қоясыздар ма? Мысалы, мұнша жасқа дейін алға. Былай қарап тұрсам, енді шектеулер бар, бірақ былай орысша айтқанда условный шектеулер. 21 жастан бастап 70 жасқа дейін кәсіппен айналыссаңыз, оның ішінде жеке кәсіпкерлік, не болмаса жаңағы мал шаруашылығы, егін шаруашылығымен айналысамын десеңіз, 21 жастан 70 жасқа дейін алуға болады. Мысалы, біз білеміз, мысалы банкке барсақ, кредит алуға, мысалы банк айтады сіздің. 6 айдағы соңғы жаңағы жұмыс істейтін болсаң, табыс көзіңді бізге дәлелде, жаңағы сондай мысалы, қандай кіріс көздерін сіздер сонда есепке аласыздар жалпы? Кәсіпкердің өзінің табысын, яғни ол өзі жүргізіп отқан журналдар бойынша, я болмаса күнделікті өзінің тағы да басқа да счеттарына түсіп отқан бойынша қарастыруға болады. Яғни қалыптасқан мынандай документ алып кел деген жоқ. Қолында кәсіпкердің не бар, соған қарап біз анализ сараптама жасап, және алатын сомасын айтып бере аламыз. Одан кейін мысалы білеміз ғой, мысалы банкке бәрімізде кредит бар шығар, қазір өте сирек кездестіреміз ғой кредит жауабында. Ал егер ол бизнеске алынған ақша болса, жалпы ол деген сөз сомасы ол аз емес, иә, мысалы бизнеске алынғаннан кейін. Жалпы осы үлкен соманы алу үшін, мысалы біз білеміз, банктерге барсаңыз, ол көптеген құжат мысалы дәлелдейтін кірісіңізді, табысыңызды, кепілдігіңізді деген сияқты мысалы құжаттар жағынан, одан кейін жаңағы алатын қаржысының уақыты дейміз ғой, ұзақ жаңағы жүріп қоясыздар ма, былайша айтқанда құжаттарын көп тізіммен жинатасыздар ма, мысалы сіздерде қалай? Басқа банктермен салыстырғанда КМФ-та ол жағынан кредит алу оңай деп ойлаймын. Құжаттар жағынан минималды бір пакет болады. Яғни біз кәсіпкердің қолында қандай құжат бар, табысы бойынша соны қарастырамыз. Содан кейін кепілге қоятын жылжымай мүлкінің документін аламыз, болды, одан басқа да ешқандай қосымша құжаттар керек болмайды. Және де қарастыру уақыты бойынша, мысалы суммасына байланысты, егер 50 миллион алып жатсаңыз, ол 5-7 күнде қарастырады, 5-7 күнде жауабын айтамыз. Сізге құжаттарын бәрі жинап бергеннен кейін 5-7 күнде жауабын айтамыз. Егер де жаңағы суммаңыз 1 миллион, яғни 2 миллион, 10 миллионға дейін болса, оның жауабын шамамен бір күнде, болмаса 2 күнде айтылады, суммасына байланысты. Ал жаңағы 2 миллионға дейін кредиттер алсаңыздар, қазіргі таңда КМФ-тің өзінің мобильдік қосымшасы бар. Сол мобильдік қосымшаңызда сіздің 1 сағаттың ішінде өзіңіз жауабыңызға сілтеме. Рас айтып отыр ма, Әлия? Сіздің де жаңағы бизнесіңізбен айналысасыз ғой енді жалпы қаншама. Мен естуімше сіз 45 миллионға дейін, соңғы алғаныңыз 45 миллионға дейін отырған екенсіз. Расымен де мысалы 45 миллион деп отырғаныңыз енді 45 мың теңге емес жалпы айтқан кезде. Расымен де осы жаңа Сузанның айтып отырғандай сізді көп құжатты жинатып, бәленбай күнге апталап жіберген жоқ қой? Жоқ. Расымен де солай болды. Солай болды расымен. Тағы айта кетерлік жай, басқа банктерде действительно болды. Онда элементарный бір тонның документінің өзінде обязательно регистрациясы бар, басқасы бар. Бір документке 3 документ сұратады. Біреуінің өзінде мысалы 3 пункт. Элементарный мысалы. Оны жүресің артынан. Ол 2 апта емес, айлап жүреді десе де болады. Ал КМФ-тің бір жақсы жері, жаңағы бір жақын несі осы КМФ-қа келгендегімізде мақсатымыз жылдамдығы, тездігі и жеңілдігі. Одан кейін тағы да жаңасы кепілдік деп айтып қалдыңыз ғой, мысалы банк десе, одан кейін үлкен сомада кредит десе, бізге бірден ойымызға келетін кепілдік та, мысалы. Көп адамның қиналатыны сол, мысалы, кепілдік. Жағынан қиналып жүреді, мысалы, кепілдік туралы айтып беріңізші, мысалы, қанша сомадан кейін кепілдік жаңағы қалай қарастырасыздар оны, қалай бағалайсыздар оны, кепілдік туралы. Қараңыз, кепілдік бойынша бізде КМФ-тің шарттары өте тиімді деп ойлаймын, себебі біз кепілге барлық жалпы Қазақстанның барлық жеріндегі жылжымайтын мүліктерді ала береміз. Соның ішінде үй
жай пәтер де бар, және жерді де біз кепілге ала береміз, ол банктер ала бермейді жерді. Және де кепілге шарттары банктерде бізде банктерде жылына қараса, оның қабырғасы неден салынған соған қараса, бізде ондай шарттар жоқ. Яғни біз өзіміз бар, оны бағалаймыз. Клиенттің мысалы Әлияханның оған ақшасы да кетпейді, барып бағалау жасап, оған ақша төлеп беруге ондай жоқ. Біз өзіміз барып бағалаймыз бәрін. Және де сол арқылы клиенттің ақшасын да үнемдейміз, уақытын да үнемдейміз. Тамаша. Әйтпесе мысалы енді банкке бармаған адам енді кем деген шығар жалпы, иә? Мысалы ересек адамдардың көбі екінің бірісін енді кем дегенде жылына бір рет біз банкке соқпай қоймаймыз ғой, мысалы рас қой. Ал көбінесе жаңағы аз сумма алсаң да қаншама құжат жинаймыз, одан кейін жаңағы бағалау деген нәрсенің бағасы да аз емес жалпы. Сіздер демек тегін өздеріңіз бағалауды жасап бересіздер. Және де сонымен біз егер де кредит мақұлданып беріп жатсақ, банктерде сақтандыру деген бар, жаңағы кепілдік сақтандыру. Бізде ол сақтандыру жоқ, яғни қосымша ешқандай шығындарыңыз жоқ сіздің. Біз өзіміз бағалаймыз, және сақтандыру да жоқ. Осыда қанша сумма аласыз, соны қолыңызға береміз. Және де комиссия жағынан айта кететін болсақ, яғни жаңа 50 миллион дедіңіз ба, 50 миллион түгелдей қолыңызға тиеді. Ешқандай оған қосымша шығындарыңыз болмайды, комиссия болмайды. Жасырын деп атады ғой, жасырын комиссия барлығы ашық, бәрі шарттар белгіленген, одан басқа ешқандай не. Сол сумманың барлығы жаңа сіздің айтып отқан мысалы сақтандыруыңыз бар, жаңағы бағалауыңыз бар, жасырын комиссияңыз бар. Соның бәрін есептеп отырсаңыз, ол білмеймін қанша пайызға шығатынын. Жалпы сіздерде қарап отырсақ, оның барлығы тегін. Жаңа жасырын комиссиялар жоқ. Клиентіңіз қанша теңгені алды, сонша теңгенің ғана пайызын төлейді. Солай ғой. Дұрыс айтасыз. Яғни жаңа ай сайын төлеп жатқан кестені алады, сол жердегі сумманы төлеп жатады, оның үстіне я болмаса қарастыру кезінде одан кейін ешқандай ештеңе төлемей шығыны болмайды. Яғни жаңа кестесі бойынша төлейді болды. Одан кейін біздің білетініміз мысалы кәсіппен айналысатын көпшілігі айналысамын деп жүргендер болса, мен соларға стартап деп айтамыз ғой, бәрі қолдарында бизнесі жоқ мысалы. Сондай адамдар жүреді, жаңағы қаржыландыру таппай, немесе жаңағыдай мемлекеттік бағдарлама деп атады ғой, мысалы олар барады, арнайы курсқа қатысады, мысалы арнайы курсқа 6 ай ма қатысады, одан кейін оның сертификатын алады, одан кейін барып қана мысалы жаңағы шешім шығады мысалы жалпы. Сіздерде ондай талаптар мысалы бар ма кәсіпкерлерге қойылған? Кәсіпкерлерге қойылатын талаптар 6 ай, кем дегенде 6 ай өзіңіздің осы кәсіппен айналысуыңыз керек. Яғни табысыңыз және кәсібіңіз табысты болу керек. Яғни 6 ай сіз бастап өз ісіңізді 6 ай жұмыс істеп алып келсеңіз, соны бізге келіп, біз сіздің кәсібіңізді тауып жатқан табысыңызды бағалап, сол арқылы қандай сумма беру керектігін қарастырамыз. Сіз Әлияхан мысалы кәсіпті жүргізіп отырсыз ғой, мысалы қаншама кәсіп ұстап отырсыз кәсіп қолыңызда. Қаржы сауаттылығы деген мәселе бар, одан кейін жаңағы бизнесті басқару деген бар мысалы ше. Сондай жалпы сабақтарға қатысып көрдіңіз ба? Сіздерде мысалы бар ма ондай сабақтар жалпы? Иә, мысалы қазіргі таңда біз КМФ бүкіл қалаларда бар, яғни және де ауылдық жерлерде бар. Ауылдық жерлерде көп адамдар осы қаржыны алғаннан кейін қалай жұмсайды, оны қалай жоспарлап, қай жерге салу екен, сол бойынша біз қаржы сауаттылығы сабақтары беріледі бізде КМФ-та. Ол тегін. Ол да тегін. Ол да тегін. Әр адам өз кәсібімен айналып жүріп, бізден кредит алып отырған келіп, ары қарай кәсібімді қай жаққа дамытсам, және де ақшаны қайда салсам, сол туралы өзіне мағлұмат аса алады үшін. Қалай дұрыс жүргізу керек? Мысалы, білеміз ғой, пандемияда не істедіңіз айтпақшы. Пандемияда осы шағын және орта бизнестегілер мысалы қаншама зардап шеккендер болды, мысалы жабылып қалғандар болды. Сіз қалай өмір сүрдіңіз сол? Балабақша жабылды әрине пандемия кезінде. Барлық жер жабылғанда балабақша жабылды. Бірақ жаңағы айтып отырмын ғой, дүкеніміз жабылмай. Жаңағы акиматтан өз пропуск беріп қойды. Үлкен машинамыз бар. Пропускамен өтіп, қалаға келіп, оптовка дейміз ғой, базар. Ташкентскийдің бойында, Райымбек даңғылының бойында. Сол базарға келіп, затымызды тиеп,
ол жерде акиматтан бар еді, халық главное ашық қылмау керек, магазиніміз жұмыс істеп тұру керек. Сол өтеміз, пропускамен өтіп, через пост өтіп, магазиніміз, дүкеніміз жұмыс істеп тұрды пандемия, бірақ балабақша жабық тұрды. Жабық тұрды. Жаңа сайттыңыз ғой, жұмысы сабақтарға қатысты деп қалдыңыз. Жалпы олардың ондай сабақтардың, курстардың мысалы, қаржы сауаттылығы болсын, бизнесті басқару болсын мысалы, пайдасы расымен де бар ғой? Расымен бар. Мен сізге жаңа басында айтып өткендей, мысалы, ең бірінші 200 000-ды алғанда біз не істерімізді, қайда қоярымызды алып алдық қой, мысалы, алып алғаннан кейін де не істейміз деп, мысалы, ол кезде біз жас болдық, білмедік, мысалы, қаржылық сауатсыздық деген, мен сол деп ойлаймын, мысалы. Ол бізге айтып тұрмын ғой, 200 000 деген, ол кезде 2 миллион болып көрінетін. Қайда қоярымыз, не істерімізді білмейді, анда бір тығып, оны мында бір тығып. Сол сияқты, әрине мен көптеген сабақтарға қатыстым, жаңағы негізі өзім мамандығым техникалық мамандық, өзім Қаныш Сәтпаев атындағы политехникалық университетті бітіргенмін. О баста негізі. Мәссаған, демек бұл білім беру саласына, тәрбие саласына ешқандай қатысыңыз жоқ. Бұл білім беру саласына мен тек атамның тілегі үшін деп келсем де болады. Нәтижесін көріп отырсыз ғой, мысалы. Өмірде ештеңе жайдан жай болмайды, мысалы. Ол жерде, мысалы, жұмыс басталды, саудада басталды, дүкеніміз басталды, оның ішінің барлығы жатқан ақша, есеп, қисап, мысалы, оны білмейміз, өзім түсінбеймін. Сол үшін жаңағындай курстар оқыдық, бухгалтерский курстар бар, мысалы, одан жаңағы цифрование кетті, мысалы, обязательно цифрование болу керек деп, полностью дүкенім үшін автоматизация жасадық. Оған да арнайы оқу болмаса, оны да жасай алмайсың. Оны да оқыдық. Мысалы, оның барлығы кәдімгідей ақша. Жаңа мына кісі айтып отқандай, мысалы, бұл кісілер тегін оқытады, сабақтың барлығын тегін жүрді бұларда. Мысалы, мен де барғам 1-2 сабағын. Және оқудың жаңағы кәсіпкерлерге оқып жүрген қаржы сауатын көтеру не үшін жасаймыз дегеніміз, және өз бизнесін неғұрлымды табысты пайдалы ету үшін, сол үшін есеп қисап әрқашан болу керек. Және де жаңағы тағы да жаңағы электронды жаңағы есеп қисап не үшін керек, соның бәрін түсіндіреді. Көбісі соның бәрін көре келе табысын, жемісін жеп отырады. Әйтпесе өтірік емес, мысалы, біреулер алады ақшаны, не той жасап тастаймыз, немесе бір баламызға машина алып береміз, сонымен ары қарай оны қалай жабамыз, оны ешкім білмейді. Сонымен біздің рас қой, кредиттік жаңағы тариф деген болады, кредиттік история деп атаймыз. Сол историямыз ол бұзылады, сонымен келесі жолы барғанда не пайызымыз жоғары болады, немесе мүлдем сізге бермей болады, сонымен жаңағы қаржыландыруға ие болмайтын мүмкіндік жоқ адамдар мысалы көбейіп жатыр. Сондықтан әрине бұның маңызы өте зор. Енді жаңа қарап отырсам сіздің мамандығыңыз да бұл балабақшаға жаңағы білім беру саласында жалпы қанша қайнаса да сорпасы бұзылмайды екен, бірақ дегенмен де сіз қазір қанша адамға жұмыс беріп отырсыз ғой, қанша адамға жұмыс беріп отырсыз маңызы? Соның түнде сізден өзім бүгін жаңа осы студияға келе жатып ойлап келе жаттым, негізі осы біз қанша сотрудник бар екен, общий есептеп көрейік деп жолдасымыз екеуміз әңгімеге қосып есептеп келсек 29 сотрудник бар екен. Осы кезде ойлап көрмегенсіз ғой демек? Енді шын айтсам дәл оны ойламаппын. 30 шақты адамға дәл қазірдің өзінде сіз жұмыс беріп отырсыз. Солай ғой? Солай, сол барлығы сол ауылда тұрады, ол кісілерде рахметтерін айтып жүреді, барлығы бір үйдің жаңағы мысалы асыраушысы болып отырған кісілер де бар арасында, уақытылы айлықтарын алады, ешқандай кешіктіру жоқ, бүкіл төленетін мысалы пенсионный, подоходный бар, медстрахование қазіргі жүріп жатқан барлығы төленіп отыр. Аллаға шүкір, осындай дәрежеге жетіп отқанымыз. Маңызды қызықты. Қазір сіздің әңгімеңізді қарап отырып, елестетіп отырмыз. Сіздің балаларыңыз өседі. Мысалы, сіз кейін балаларыңыз өскеннен кейін айтуыңыз мүмкін ғой. Бұл енді қашан болып отыр, мен қалаға көшпеймін ба? Қаланың орталығында тұрмайын ба? Деуіңіз мүмкін ғой. Ал сіз егер қалаға келіп бизнес ашатын болсаңыз, мысалы, біздің Әлия ханым сияқты біздің кәсіпкерлеріміз, сол кісінің бизнесі жалпы жаңағы балабақшасы өзінің атында қазір мысалы барлығын сатып алып отыр.
дүкені бар. Соның барлығын кепілдікке қойып, мысалы, кімнен ақша ала ма, мысалы, қалада бизнес ашу? Әрине, яғни бұл кісінің қазіргі негізгі табыс көздері бар, бір емес екі табыс көзі бар. Сондықтан үшінші табыс көзін ашу үшін біз тек қана оны қолдаймыз және оны қуанамыз. Өйткені бұл кісі дамып, басқа ел жұртқа жұмыс беріп отыр. Және де өз табысы арқылы бұл біздің Қазақстан экономиканың дамуына үлесін қосып отыр. Ал жаңа бизнес ашылғаннан кейін әрине ашылады. Жаңа кепілге өзінің үйі менен балабақшасын қойып, мына үшінші табыс көзінің үшінші бизнес түрін инвестиция болады ол негізі. Сол инвестиция біз береміз. Бұл кісі өзі планын бізге айтады, өз жоспарын осылай мынандай бизнес ашқым келеді, осындай қаражат келеді. Соны бәріміз қарастырып, соны қазіргі бизнестің табыс көзін көріп отырғаннан кейін ақылат беруге тырысамыз. Расында да мысалы Қазақстанның экономикасы қай елде болмасын, ол шағын және орта бизнесті дамыту деген сөз, ол біздің экономикамыздың күре тамыры, рас қой. Ол егер қаншалықты дами беретін болса, біздің экономикамызда соншалықты өсе береді мысалы. Ал бірақ ол шағын және орта бизнес деген кезде біз тек қана сіз мысалы қалаға жақын жердесіз, мысалы Алматының маңында тұрасыз, бизнесіңіз жүріп жатыр. Ал бізде тек қана қаланың маңында тұратындар ғана емес, мысалы анау шалғайда жатқан мысалы сол жақта тұратын азаматтар бар, мысалы олардың қолында мал бар, немесе егіншілікпен айналысады. Оларды қалай қаржыландырып отырсыздар? Олардың мысалы істеп отырған жұмысы да жоқ, алдай жаңағы тұрақты дейтін кірісі де жоқ. Олардың қолында малы бар, қорасында немесе егіні бар. Олар не істейді? Ол кісілерде жаңа агробизнес дейміз ғой, ол кісілерде қорасында тұрған малымен және егіншілігімен күнін көріп жатыр. Яғни ол табыс көзі. Бұл кісілерде біз қаржыландырамыз, несие береміз. Шалғайдағы біз орналасқан қазіргі таңда күні 114 отделениесі бар Қазақстан бойынша. Қазақстан бойынша. Қазақстанның түкпір-түкпірінде. Және көбінесе осы ауылдағы кісілер жаңа малмен, етпен айналысатын, сүтпен айналысатын, яғни сіздің үйіңізде үш сиырыңыз болса, үш сиырыңызды сауып, сүтін өткізіп алсаң, сол да табыс көзі. Жаңа бізге келіп, бізге тағы екі сиыр алғым келеді, тағы да ары даму келеді. Әрине біз оны қарастырып, егер де барлығы жаңағы кредит тарихы деп, кредиттің историяңыз бәрі дұрыс болса, біз оны мақұлдап қарастырып бере аламыз. Және де жаңағы егіншілікпен айналысып жатсаңыз, жаңағы арпа, бидай егіп, не болмаса помидор, көкөніс өсіріп жатсаңыз, одан табыс көріп жатсаңыз, оған да біз кредит бере аламыз. Және оған қандай біз жеңілдіктер бере аламыз. Яғни егер мен егіншілікпен айналыссам, мен жылына бір рет табыс аламын. Яғни егінім шыққан кезде мен орамды өткізіп, бұл табыс көзі менің бір жылға. Оған дейін ақша жоқ. Оған дейін ақша жоқ, оған ақша болса да, оның бәрі егіншілікке салып отырмын, және күнкөріске. И біз жаңа бізге келесіз, осылай мен егіншілікпен айналысам, тағы да маған айналым құралдарына, ең болмаса мен тағы да жер сатып алып, көбірек жерге еккім келеді. Білесіз, біз сізге қарастырып, егер де бәрі есеп қисабыңыз бәрі дұрыс болып жатса, сізге кредит беріп және жылына сіз егіңіз өнім тапсырған кезде жылына 2 рет төлейсіз. Ал оған дейін тек қана жаңағы жеңілдік кезеңі болады. Ай сайын үлкен емес соманы төлеп отырасыз. Жаңағы негізгі берешекті алған сомаңыз 1 миллиондасын, 500 мың теңге болсын. Жаңағы егініңізден түскен табыс кезде солай ғанаңыз жасаңыз болады. Бір сөзбен айтқан кезде мен кредитімді алдым. Сіз мысалы кредит бердіңіз, қалай төлесең олай төле, бірақ ай сайын қайтар деген әңгіме жоқ қой. Мысалы қарап отырсаңыз рас қой, ауылдық жерде мысалға банктер жоқтың қасы да және олармен жұмыс істемейді. Неліктен ол біздің топырақ шашқанымыз емес жалпы, бірақ ол расымен де солай. Мысалы ол кісілердің ай сайынғы жаңағы жалақысы отырмаса, мысалы ішінен солай ғой, зейнетақыға жаңағы жинақтау қорына бөлініп жатпаса, мысалы оларға кредит беру екіталай. Сондықтан да ол жақта мысалы қаржыландырумен мәселе өте көп. Сондықтан да жаңағы демексіздерден алынған ақшаны олар бастапқыда малыңыз төлеген кезде, мысалы қолыңызда ақшаңыз болады, малмен айналыссаңыз, егіншілікпен айналыссаңыз, егіні шыққан кезде ақша болады. Сіз оған дейін жаңағы тек пайызын төлейсіз, ол аз қандай сома. Ал демек, мысалы сіз неше айға береді ол жаңағы жеңілдікті кезең дейміз ғой?
жеңіл кезең, егер де сіз ауыл шаруашылығымен айналыссаңыз, агробизнес болса, яғни жылына 10 ай біз жеңіл кезең береміз. 10 ай? Иә, 10 ай. 2 айда жаңағы негізгі берешегіңізді жабасыз. Ал сол 10 ай үшін тағы да сіздер пайыз қосып бермейсіздер ме? Сен төлеген жоқсың деп? Жоқ, сол пайызыңыз біз кестені береміз, сол кесте бойынша төлеп отырасыз, оның үстіне ештеңе қоспаймыз. Жақсы, тамаша. Мысалы бізде рас енді, ол өтірік емес. Адам көп осы бизнеспен айналысқысы келетін, арманы жоқ, идеясы жоқ адам шығар. Бірақ олардың арасында батылдық танытып, жаңағы бизнес үшін кредит алудан қорқпайтын адам аз. Мысалы, не айтар едіңіз? Мысалы, мен де айналысқым келеді, бірақ мүмкін менің сіз сияқты батылым жетпей жатқан шығар. Сендірміші жалпы? Жаңағы ол бизнес деген өте жолы, келер жолы ауыр жол десе де болады, қызық жол десе де болады. Жеңісіне жеткенде өте тәтті жол десе де болады. Бұл дәрежеге жеткенге дейін талай құладық та, құлау да болды, сүріну де болды. Жаңағы жақсы биік шыңдарға жеткен кезіміз де болды. Әрине айтатыным, мысалы, жастарға ешқашан қорықпаңдар. Иә, идея деген баста кетіп жатады. Любой адамның басында мен ойламаймын болмайды деп, мысалы. Просто оны идеямен қалдырып қоймау керек, ары қарай уже жүзеге асыру керек іс жүзінде. Жарайды, бірінші болмаса, екінші болар, үшінші болмаса, ерінбеу керек, қорықпау керек, қайтпау керек, берілмеу керек. Мысалы, бағанадан айтып отырсыздар, мен алған сынымды мысалы 3 жыл қалсам, 2 жылда, 2,5 жылда жауып тастадым, 1 жыл қалсам 3 айда жауып тастадым деп отырсыз жалпы. Ең басты нәрсе, ең басты құндылық жалпы, ең басты қасиет дейміз ба жалпы. Осылайша тиімді пайдалану, мысалы, бизнес болғаннан кейін табыс бар, тек қана шығын емес па ол, мысалы, табысқа ақша келіп түсіп жатыр, мысалы. Жалпы ең маңызды нәрсе, ең негізгі есте сақтайтын нәрсе айтып беріңізші. Жаңағы мен айтып отырмын ғой, мысалы, бұл жерде ең жақсысы, бірінші жаңағы сіз бағана бір сұрақ қойып едіңіз, соған жауап берейін. Мысалы, егер қалаға кетіп жұмыс істегіңіз келсе, 2 бизнесіңізді қойып, залогқа үшін дәл осы жағдай биыл міне күзде бізде болды, осындай жағдай августте. Осы балабақшаны көрсеттік сіздерге, дүкенді көрсеттік та. Көрші Көктал деген ауыл бар, біздің өзіміздің ауылдың Байсеркенің жанында. Ол жақта да енді жаңағы біз қалаға жақын болғанмен жаңағы әлі газда кірмеген жерлеріміз бар, жолда жоқ жері, свет те жоқ, освещение де жоқ жерлер өте көп былай келгенде. Көктал деген қасымызда ауыл бар, давно өзіміз сол балабақшада бізде развозкасымен сол ауылдан бала тасимыз. Сол жолдасымыздың екеуміздің ойымызда жүрген негізі бір 2 жылдай болған. Осы ауылда мектеп жоқ. Бір ауыл, новостройка. Мектеп жоқ, ауыл, балабақша жоқ, осы жақтан бір балабақша ашсақ деп, соның бір өзі сәті түсіп, Алла тағала бір сәтін түсіріп, соның міне осы сондай бір жағдай келіп қалды енді. Ол кісі бірақ ол бірден айтты, жоқ, мен арендаға бермеймін, мен сат. Бірақ ол жаңағы үй тоже бір көрдік, жақсы, өте балабақшаға ыңғайлы үй екен, жолдың бойында, ауылдың басында, кіреберістерінде. Ол кісі бірақ тұрып алды, жоқ, мен арендаға бермеймін жалға, мен алатын болсаңдар сатып алыңдар. Оған қолымызда кішкене ақшамыз бар, бірақ оған біз бастауға ақша керек болады. Мысалы, суған зал жасаламыз дедік та, дереу жүгіріп жаңағы сол әдет бойынша КМФ-ке барып, сондай деп менеджерлерге айтып түсіндіріп, олар да өздері бірден жарайды деп жаңағы выездға шықты айтып жатыр ғой. Оценщиктердің барлығы оларды ешқашан ақша алмайды. Мысалы, басқа банктерде оценщиктің өзіне пәлен сом берсеңіз, мысалы, келді, көрді, оценка жасап, полностью алып, не жаңағы 2 бизнесімізді көрсетіп, сөйтіп Көктал ауылында биыл міне қыркүйек айынан бастап жаңа екінші балабақшамызды аштық. Соның жаңағы үйді сатып алып, кепілге қойып, КМФ-қа зданиесін бірден сатып алып, барып, уже біз іске қостық. Тамаша. Жоспарыңыз қандай енді жалпы? Енді осымен тоқтап қалмайсыз ғой? Әрі қарай үмітпен тағы да жоспарлар өте көп әрине.
Құдай қаласа жоспарлар өте көп, әлі талай биіктерге жетеміз, Алла қаласа, талай шыңды бағындырамыз. Мектеп ашатын шығармын деймізші. Құдай қаласа, ол ойда бар, әрине ол ойда бар. Онда сіз жүздеген адамдарға жұмыс беретін едіңіз. Рас, қазір ауылдық жерде мысалы жұмыс жоқ. Рас қой, мысалы айналдырған жаңағы мектепте жұмыс істеу мүмкін, немесе емхана жаңағы ауруханада жұмыс істеу мүмкін, мысалы басқа жұмыс жаңағы табыс көзде жұмыс орны жоқ болып жатады. Жоқ, оны қарап отырсаңыз, сіз сияқты мысалы адамдар осылай қорықпай, батылдықпен, одан кейін жаңағы тиімді пайдаланып көріп отырған кірісінің, табысының дұрыс бағыттау арқылы жаңағындай сіз сияқты ізденіп, мысалы қаржы сауаттылығы бойынша жаңағы курстарды оқып, қатысып жүргізетін болса, мысалы біздің еліміз қалай көркейеді, мысалы рас қой. Одан кейін Жандос мырза, мына алдымызда мысалы қазір жаңа жыл келе жатыр. Мерекелер көп, әртүрлі мысалы маусымдар болады. Клиенттерімізге жалпы жаңағы жеңілдік жасап, осындай маусымдарда ондай істерде жаңадан өнім шығады деген сияқты. Қараңыз, қазіргі таңда бізде сезон деген бағдарлама бар. Ол бойынша, яғни осындай мерекелік кезеңдерде, сауда-саттық көп кезеңдерде сізде бір кредитіңіз болып, бірақ сізге тағы да айналым қаражаттар керек болған кезде біз сезон деген бағдарлама бойынша кредит бере аламыз. Ол ешқандай кепілсіз 3 айға дейін мерзімге беріледі. Жаңағы ол сезон кезінде сіз табысыңыз үстіне тағы табыс алу үшін, айналым құрамдарыңыз көп болу үшін сондай кредит береміз. Және ол неліктен ол жақсы деп айтасыз, оның пайыздық мөлшеріңіз 0,1% ғана болады. Почти дейміз ғой, тегін. 0,1% деген білмеймін. Осы күнге дейін естідім ба, ондайды естімедім ба, бірақ 0,1% дегенді мен естіп көрмеппін. Бұл қарап отырсаңыз, бұл да бір кәсіпкерлікке қолдау ғой жалпы. Талпынады. Яғни осы кезде олар кәсіпкерлер үстіне тағы пайда сынап, ары қарай бизнесін дамыту үшін тағы өздеріне қаражат жинап отырады. Бұл барлық адамға бермейді ғой деймін, солай ма? Егер де жоқ, бұл сезон бойынша, бұл егер де сізде бізде кредитіңіз болса, сол кезде яғни бір кредит алып, содан кейін сезонда алуға болады. Мен түсінігім бойынша, мысалы сіздердің бұрыннан сіздермен жұмыс істеп келе жатқан өздеріңіздің жаңағы кәсіпкерлеріңіз. Осы біздің бүгінгі Алияхан сияқты өздеріңіздің бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан кәсіпкерлеріңізге, олардың кәсібін әрі қарай дамытуға жаңағы өздеріңіздің көмектеріңіз ғой былайша айтқанда. Расымен сіз не естіп беріңіз, қанша сумаға дейін бере аласыз? Ол сумасы 2 миллионға дейін. Жақсы, тамаша. Қандай жақсы бір сондай орысша айтқанда обстановка дейміз ғой. Сондай сізде мен әңгімеңізбен мені қызықтырып, маған бір жаңа шабыт сыйладыңыз. Расымен сізге қарап ойлап отырмын да. Расымен неге қазір үйде тұрған аналар бар. Рас қой, мысалы өзіңіз сияқты кейбір аналар болады, көп балалы анамын, маған үкімет неге көмектеспейді, маған неге тегін үй бермейді деп жатыр. Мысалы сіз, құдайға шүкір, сіз жаңағы балаларыңызды дүниеге әкеліп үлгеріп жатырсыз, мысалы кәсібіңізді жүргізіп жатырсыз, мысалы сіз қаншама көп балалы анаға, мысалы рас қой Жандос мырза, үлгісіз, мысалы бұндай жаңағы ол дәлелденген дүние да, жалпы әлемдік тәжірибеде жаңағы бизнес саласы, оның ішіндегі шағын және орта бизнесте мына әйел адамдардың үлесі өте жоғары дейді. Неліктен жалпы әйел адам деген сөз, ол әйел адамға бір тиын берсең де, сол тиынды жаңағы отбасына салады, ол бала шағасын дамытуға салады, жолдасын өзін дамытуға салады, сол арқылы қоғам дамиды, рас қой. Қоғам дамыса, демек біздің еліміздің экономикасы дамиды деген сөз. Көп рахмет сіздердің әңгімелеріңізге, айтып отырған жаңағы оқиғаңызға. Расымен де қаншама қыз-келіншекке үлгі болып, сіз жаңағы шабыт сыйлай аласыз. Мысалы, сіздің оқиғаңызды тыңдап отырған адамдар сол расымен де ойлауы мүмкін ғой. Мысалы, мен үйде отырмын, қазір мысалы декреттік демалыс деген сияқты болады. Мысалы, ондай кезде қаншама кәсіптің түрі бар. Рас қой. Бір жағынан балаңыздың қасыңызда сіз анасыз, бір жағынан кәсібіңізді жүргізіп жатырсыз. Олай болса, көңілмен бірге өркендей беріңіз. Рахмет, рахмет сіздерге. Рахмет көп.